Күн ашық еді. Далада балалар ойнап жүрді. Күлкі көп, бәрі қуанышты. Сол балалардың ішінде бір қазақ бала да бар еді. Ол достарымен ойнап жүрген. Бірақ кенет ол достарынан адасып қалды. Ол жан-жағына қарады. «Достарым қайдасыңдар?» деді уайымдап. Іздеді, жүгірді. Бірақ таба алмады. Сол кезде оған бір орыс бала жақындады. «Сәлем, неге мұңайып тұрсың?» деді ол. «Мен достарымды таба алмай жүрмін», деді қазақ бала. Орыс бала күлімсіреп: «Уайымдама, мен саған көмектесемін», деді. Олар бірге жүре бастады. Жолда оларға тағы да балалар қосылды. Бірі өзбек еді, бірі кәріс еді, бірі тағы басқа ұлттан еді. Бәрі әртүрлі, бірақ бәрі мейірімді еді. «Біз де көмектесеміз», деді олар бірге. Балалар бірігіп қазақ баланың достарын іздей бастады. Бірге іздеді, бірге жүрді. Сөйтіп олар достарын тауып алды. Қазақ бала қатты қуанды. «Рахмет сендерге», деді ол. «Егер сендер болмағанда мен таба алмас едім». Балалар күліп жіберді. Сосын бәрі бірге ойнай бастады. Күн жарқырап тұр. Балалар күліп жүр. Сол кезде қазақ бала айтты: «Біз әртүрліміз, бірақ біз біргеміз». Иә, бірлік деген көмектесу. Бірлік деген достық. Бірлік деген бірге қуану. Балалар қол ұстасып бірге ойнап кетті. Біз бір елміз. Біз Қазақстанмыз.